Түпқараған ауданында балық өндірісі мамандығының негізгі ашуы Ақкетік қаласының тұрғындарының ұсынысы бойынша және аудан халқын жұмыспен қамту мақсатында осы мамандықты біздер ашып жатыр. Негізгі мақсат жұмыспен қамту. Себебі біздің Түпқараған ауданында балықпен айналысатын мекеме көп, кемелер көп. Сол үшін біз осы мамандықты ашып жатырық. Біздің қазір колледжде деген 8 мамандық бойынша болса, балық өндірісі мамандығы 9-шы мамандық болып қосылып жатыр. Және біздің колледжде келісім-шарт бар. Аташпешпром мекемесімен келісім-шарт жасақталды. Осы келісім-шарт нәтижесінде 2023-2024 оқу жылына 4 мақсатты тапсырыс бар, мемлекеттік тапсырыс. Яғни ол дегеніміз бітірген студенттер оқу жылын бітіргеннен кейін сол мекемеге жұмысқа орналасады деген сөз. Балық өндірісі мамандығын ашу тапсырма ең алғаш рет Түпқараған ауданы әкімі Елтизаров Рахат Тезекбайұлының ұсынысы бойынша мені шақыртып ұсыныс айтқан болатын. Осы мамандықты ашса қалай болады? Себебі тұрғындарға жұмыс беру мәселесі, жұмыспен қамту мәселесі бойынша және одан кейінгі ұсыныс облыс әкімі Ноғаевтың тапсырмасы берілді, хаттамалық тапсырмалар болды. Осы хаттамалық тапсырмалар нәтижесінде біздер осы балық өндірісі мамандығына лицензия алдық. Техник-технолог және теңіз және балық өнімдерін өңдеуші біліктіліктер бойынша лицензия алып, осы мамандықты аштық. Осы бойынша біздің Түпқараған гуманитарлық техникалық колледж балық өндірісін ашатын болғандықтан біздің колледждің атауы Түпқараған гуманитарлық кәсіптік колледж болып өзгерді. Біздің колледжде қазір деген 263 студент білім алады. Біздер осы мемлекеттік тапсырыс бойынша 2023-2024 оқу жылына 20 талапкер қабылдаймыз деп отырып, мұғалімдер деген бар, ешқандай педагогикалық кадрдан ешқандай мәселе туындап отырған жоқ. Мұғалімдеріміз сақадай сай дайын. Келген талапкерлердің барлығына деген стипендия бар. Себебі барлығы мемлекеттік бюджет арқылы қамтамасыз етіледі және шәкіртақы қарастырылған. Шәкіртақы қыркүйек айынан бастап 50%-ке өседі деп жоспарланған. Яғни 32 мыңның үстінде әр студентке шәкіртақы тағайындалады және аз қамтылған отбасыларға тегін ыстық тамақ көрсетіледі. Және егер жатақхана қажет болса, жатақханамен де қамтамасыз етеміз. Өзім енді осы Түпқараған ауданы Аташ елді мекенінің тумасымын. Кішкентай кезімнен балықты өсіп, балықты көріп, балықты жеп өсіп келе жатырған ауыл тұрғынымын. Ауыл тұрғынының ішінде міне балық өндірісі, балық шаруашылығы дами берсін және біздің халыққа жұмыс көбейсін, кәсіпорындар мол ашылсын балық шаруашылығына қатысты. Түпқараған ауданы ауыл тұрғындарын бүгінгі балық шаруашылығы мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Балық шаруашылығына толағай табыстар тілеймін.